Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің YouTube каналымда кездесіп отырмыз. Достар, өздеріңіз көптен бері күткен, сұраған, мен қалай орамал тақтым Айдары және менің бүгінгі қонағым Фариза Беги, белгілі әнші, Абай Бегидің әйелі. Одан бөлек өзіңіз исламтанушысыз, иә? Өзіңіз. Есімім Фариза. Мен Нұр Мүбарак университетінің түлегімін. Қазіргі уақытта мен үйдемін. Бала тәрбиесімен айналысып Машалла. Енді Фариза, жалпы өзіңіз де жақсы білесіз, менің каналымда осы дін тақырыбы негізінен, одан кейін оның ішінде орамал тақырыбын көп қозғап жүрмін. Бірақ адам орамалға бір күнде келе салмайды ғой, оның оғанға дейінгі жүріп өткен жолы болады. Сіздің жалпы дінге, исламға деген қызығушылығыңыз қай кезден басталды, қалай басталды, содан бастасақ әңгімені? Жалпы мектеп кезінде 6-шы немесе 7-ші сынып оқыған кезде менің үлкен әпкемнің күйеуі, яғни жездем намаз оқып бастады. Сол кезде ол кісі бізге үйретті. Намаз оқу керек, намаз парыз. Кейін жаймен орамал туралы айтты. Орамал тағу парыз, ұзын киіңдер, денелеріңді ашпаңдар. Оның бәрі енді Аллах тағаланың алдында күнә болады. Сөйтіп мен мектеп оқыған кезде намаз оқып бастадым. 7-ші сыныпта мен намаз оқып бастадым. Сол кезіңізде? Иә. Ал ата-анаңыз қарсы болған жоқ па десе? Жоқ, ол кісілер ол кезде балалық деп қабылдады. Оқығысы келсе оқысын деп қарады. Балалық па, тыймайық деп. Кейін 11-ші сынып оқыған кезімде мен орамал тағып бастадым. Ого, сол кезде менің шынымен де жүрегім орамалды қалады. Мен енді ойладым, мен неше уақыт намаз оқып жүрмін, орамал тағатын уақыт келді деп өзіме сондай бір ішкі жан дүнием сондай бір сигнал берді. Орамал тақтым. Машалла. Сол 11-ші сыныпта мен орамалымды тақтым. Бірақ мен орамалды таққаннан кейін енді әкем, анам қарсы болды, әлі жассың, кейін де таға аласың орамалды деп. Мектепте қаншама енді мен орыс мектебінде оқығаннан кейін тіпті бір не болып кетті да, үлкен сондай бір скандал сияқты. Неге орамал тақтым нағыз деп. Кейін сол енді директор бәрі маған жабылғаннан кейін мен шешем ба деп ойладым. Бірақ Аллаға шүкір, сол кезде менің қасымнан сондай бір жақын құрбым Перизат табылды. Және Перизат маған айтты: Фариза, сен орамалды не үшін тағып жатсың деп. Алла разылығы үшін тағып жатсың ба? Или бір мынандай галочка үшін? Сол сөз әлі менің миымда тұрды. Сол кезде маған Перизаттың маған деген поддержкасы бар. Сол кезде мен айттым, мен Алла разылығы үшін тағып жатырмын ғой дедім да, мен ешкімге қарамастан солай орамалды тағып кеттім. Ұрсын, соқсын, мен орамал тағамын дедім. Сол маған бір нүкте болды. Сөйтіп 11-ші сыныптан бастап мен орамал тағдым. Ого, машалла. Бір соңғы түрткі болған, соңғы не істеген не нәрсе ол? Мысалы, өзіңіз сонда діни әдебиеттер оқыдыңыз ба? Или ол кезде ондай қатты кітаптар да көп емес сияқты ғой қазіргідей? Енді намазды енді бастаған кезде адамда сондай иман күшейіп тұрады. Бірақ ол кезде көп діни кітап оқыдым деп айта алмаймын, бірақ жалпы видеолар көрдім. Кейін және жездемнің де, әпкемнің де септігі көп болды. Ол кезде әпкеңіз тағатын, иә? Жоқ, ол кезде ол тақпайды, иә. Құрбыңыз ше жаңағы? Жоқ, ол кісі де орамал тақпады, бірақ намаз оқып жүрген кісі. Бірақ енді ол құрбымның ата-анасы қатты кісілер болды да, мен қарсы келе алмаймын деп. Бірақ енді мен решительный болғаннан кейін ол маған сөйтіп бір не айтты да, сен не үшін тағып жатсың деп. Сол құрбымның бір сөздері маған бір не болды да, күш қуат берді. Жалпы біздің мектепте менің сыныбымда ұлдар 4-5 жыл намаз оқитын. Және солардың да бір несі болды маған. Ықпалы болды. Сөйтіп орамалға келдім. Ол 11-ші класс деп айтып тұрсыз, иә? Таңғалдырып жатсыз. Қай жақты кісісіз негізі? Қалай басқа адамдар қалай қабылдады рәсімнен кейін? Қалай көндікті, мысалы, мектеп директоры, басқалары деген сияқты? Мектепте енді мен орыс мектебінде оқығаннан кейін мен шустрый қыз болдым да. Өзімдікін жібермейтін. Есесін жібермейтін. Жалпы бәрі шеш деді.
мектепке қарсы болдым. болмайды бұл әрине. Болмайды деп. Иә. Кейін мен білмеймін енді сол кезде алдым да мектептен шыққаннан кейін Акибат жаққа бардым да адвокатқа бардым. Сол мен білмеймін қалай мен сол Ойыма келді деп. Ойыма келді, мен адвокатқа бардым да айттым мен орамал таққым келеді дедім. Бірақ менің мектебім қарсы болды. Сосын жаңағы адвокат менің бетіме қарады да күлді. Енді ол кезде ондай аз болды ма? Иә. Шынымен де Одан кейін мектепте ондай қазіргідей қарсылық болмайтын, иә, онда да. Иә, ондай қатты емес. заң жоқ сөйтіп. Иә. Жаңағы адвокат менің бетіме қарады да. Еще мен мектепті Қапшағай қаласында оқыдым. Қазір Қонаев қаласы ғой. Иә. Ол енді кішкентай қала болғаннан кейін ол жерде мен ғана шығардым сөйтіп орамал таққан бүкіл мектептердің арасында. Жаңағы адвокат бетіме қарап күлді да, сосын мынандай А4 парағынан мынандай заңды шығарып берді. Егер жаңағы менің діни бір көзқарасым, діни атрибуттар менің денсаулығыма, қоршаған адамдардың денсаулығына зиян келтірмесе болады деген. Вау. Сол қағазды алдым да акиматқа кірдім да ана білім несі отделениесі болады ғой, соған бардым да соны көрсеттім. Мен тағам дедім, сендер маған қарсылық білдіре алмайсыңдар, себебі бұл менің денсаулығыма, қоршаған адамдардың денсаулығына, психикасына ешқандай зияны жоқ деп тағып кеттім. Машалла. Ал ата-анаңыз ше? Алғаш көргенде, алғаш естігенде қалай қабылдады? Ата-анам қарсылық білдірді кішкене. Иә. Керек емес деп. Әкем де қарсы болды. Ұзын кие бер, бірақ орамал тақпа қой деп. Бірақ енді Аллах тағаланың сондай бір олардың да жүректеріне салып қойған шығар. Иә. Бір жыл қарсы болды да кейін үндемеді. Енді өздері көрген шығар, мен орамал тағып жүрмін. Жаман ештеңе істеп жүрген жоқпын. Бір теріс ағымға кіріп кеткен жоқпын. Сол бұрынғы фариза болып қалдым. Тек сол орамалға. Орамал тағып фаризаға айналдым. Ал орамалдарды қайдан алдыңыз жалпы? Енді ол кезде мектепте оқыған екенсіз, ата-анаңыз сатып берді ма? Ол жақ қалай болды? Иә. Жалпы бізде Қонаев қаласында орамал тағу, орамал деген жоқ. Мен есімде, мен Алматыға келдім. Ол қай жылы еді? 2009 жылы. Мен есімде, мен Алматыға келдім да, центральный мешіт жақта магазиндер болатын еді ғой, өте де аз болатын. Иә, бұрын киімдердің өзі ондай қатты көп болмайтын еді ғой, қазір ғой. Қазіргідей мынандай әдемі шарттар жоқ. Иә. Мен есімде, менде мынандай бір рубашка болды, ұзын. Бір ұзын бір юбка болды, ақ гүлдермен. Сосын бір қандай зор өткізбейтін нелер. Атлас. Иә. Естімей жүруші еді ғой, баяғыда. Сондай бір орамал болды, кең. Қолымда бір ақ гүлдері бар. Мен 11-ші сынып бойы сол юбканы ма? Ол кезде мынандай бір модный кию деген жоқ еді. Бір ауыстыру немесе білмеймін, басқа қыздардан көрмегеннен кейін сол сөйтіп бір юбка, бір рубашка, бір екі жақсы, екі сондай орамалмен шықтым 11-ші класс бойы. Кейін уже студент болғаннан кейін уже басқа қыздарға қарап кішкене ол кезде не болды? Тіктіртуге болғанын білдік. Иә. Басқа бір жерден заказ беруге болатынын білдік. Сөйтіп гардероб толып бастады орамалдарға. Нұр-мүбараққа түсу туралы ой о бастан болды ма? Әлде сіз орамал тақпай тұрып бір басқа бір ойларыңыз болып кетті, басқа бір мамандық иесі болсам деген ойыңыз бар ма еді? Иә, менің классым өзі физико-математический класс болды. Әкем де өзім де ойладым сол бағытта университет таңдаймын деп. Бірақ 10-ші класс оқып жүрген кезде жаңағы біздің сыныптағы ұлдар, намаз оқитын ұлдар Нұр-мүбарак туралы айтты. Сол сәттен бастап жаңағы Нұр-мүбарак университет туралы естігеннен бастап мен сол университетке түсемін дедім қалайда. Сол бірақ әкем бәрі қарсы болды.
оған түспе көп сондай бір нелер болды, қарсылықтар. Бірақ мен сондай бір не болдым да, бір шешім қабылдасам қайтпаймын. Әкеме де айттым, жоқ, мен Нұрмұбарак университетіне тапсырайын, сол жақта білім алайын. Орамал тақтым, енді ол жақта да араб тілін оқуға болады, ағылшын тілін оқуға болады. Менің дамуыма ешқандай кедергі болмайды. Сол оймен 11 класстан кейін Нұрмұбаракқа тапсырдым. Ал енді Нұрмұбаракқа түскеннен кейін, одан кейін тіпті орамалға қатысты ондай қиындықтар бола қойған жоқ, иә? Әлде бір қандай да бір оқиғалар болды ма жалпы? Мүмкін университеттен тыс? Жалпы болды, себебі 2010 жылдары орамал тағатын қыздар көп емес еді. Иә. Автобуста отырсақ, немесе бір жалпы көпшілік жүретін жерде жүрген кезде бір-екі адам айтып қалады. Неге орамал тағып алғансыңдар, жассыңдар, неге бүркеніп алғансыңдар деп. Үлкен адамдардың айтатын сөзі ғой. Қыз балалар орамал тақпаған. Жалпы сондай көп оқиғалар болды. Автобуста сөйлеген, немесе кез келген бір орындар болады ғой, адам көп жерде. Сол кезде обязательно бір-екі адам айтып қалады. Неге тақтыңдар, не істеп жүрсіңдер деп, үлкені болды ондай оқиғалар. Ондай кездері, мысалы, именно көңіліңіз түсіретін кездері, мысалы, ата-анаңыздың қарсылығы, яғни мектептің қарсылығы, одан кейінгі жаңағындай бір сырттан болатын қысымдар, немесе тіпті менде болады өмірінде, кейде тіпті сенің киіміңе қарап бір қызмет көрсеткісі келмей, немесе қызмет көрсеткенде де бір кейбір орталықтарда саған бір дөрекі сөйлеп, сондай бір кездер болатын, сен орамалда болғаның ғана үшін да. Бір сондай сәттерде сізді қандай бір сенім алып шығатын алға, немесе бір қазір көп қыздар маған жазады, мен қиналып жүрмін, орамалды былай таға алмай жүрмін, андай таға алмай жүрмін деген сияқты. Мысалы, сондай қыздарға қандай бір ақыл кеңес айтар едіңіз? Сізді не алып шығып еді сол? Жалпы мен енді орыс мектебінің де ықпалы шығар, мен өзім сондай сықпын да, ашық сондай. Кез келген кезде мен өзімді қорғап шыға алатынмын. Маған біреу бірдеңе десе, мен ол кісіге айтсайын тікелей. Бұл менің орамалым, мен сізге тиісіп жатқан жоқпын, сізге бір кедергі келтіріп жатқан жоқпын. Бұл менің таңдауым, мен өзім әп-әдемі болып тұрмын. Мен сізге тиіспеймін, сіз маған тиіспеңіз дегенде, мен сөйтіп тіке айтсайын. Ер адам болсын, үлкен апа болсын, мен өзім сондай болатынмын. Және мен бір рет болды оқиға, Нұрмұбарактың 2-ші немесе 1-ші курсында біз қыздар болып жиналып кинотеатрға бардық. Сол кезде кассадағы тұрған, кезекте тұрмыз, алдымызда бір орыс пара тұрды. Сол кісілерге андай күшті қызмет көрсетті, қалаған жерлерін көрсетіп, бағаларды айтып. Біздің ол кісілер билеттерін алып кетіп қалды. Біз келдік, 3-4 қыз болды. Орамалды қыздар бәрі. Орамалды қыздар. Сол ескертетін, ол кезде енді андай бүйтіп модный киінбейтінбіз. Ол кезде өзің барыңды келсін ғой, ол кезде тапқаныңды. Орамалда мынандай әдемі. Сол ана қыз бізге қаратты, тырысып қалды. Бағанды айтпай қойды. Сосын мен де жыным ұстап қалды. Администраторды шақыр деді. Ана қыз не үшін деді. Шақыр деді. Сосын администратор айтты. Мына кісі алдымыздағы адамдарға жақсы қарап тұрады, күліп. Бізге не баған айтқысы келмейді, не қалаған орнымызды көрсеткісі келмейді. Неге олай деді. Сосын жаңағы администратор өзі де ыңғайсызданып қалды ғой. Кешірім сұрады, ана қыз келіп кешірім сұрады. Жалпы енді білмеймін, орамалда болма, адам өзінің құқығын, өзінің бір несін қорғап білу керек сияқты. Біздің орамалымыз енді ешкімге кедергі келтіріп жатқан жоқ. Сондықтан адам, енді мұсылман, жалпы мұсылман адам, ол қауи дейді ғой, ол мықты болу керек. Еш адамды өзінің басына отырғызбау керек. Керек жерде құқығын таптатпау керек дейсіз ғой. Таптатпау керек. Керек жерде өзін қорғап, керек жерде өзін сондай бір мықты ұстай білу керек деп ойлаймын. Және қыздарға да соны айтамын да. Басын жоғары ұстасын. Себебі ол орамал деген ол Аллах тағаланың бұйрығы, Аллах тағаланың бізге деген сондай мейірімі бір шетте қарасақ. Сондықтан орамалдағы қыздар ойлаймын, сондай наоборот, керісінше сондай өздерін жоғары, сондай не ұстау керек. Ұстау керек деп па? Эмоционалды қысымдар сол қалай? Сіз енді ол табиғатыңызда мүмкін өзіңіз жаңағы характер ма, мүмкін сондай болып тұрған, енді бар болып тұр, иә?
ал мүмкін кей адамдарда бір әлде сенімнің мықты болмауы ма, ол не нәрсе деп ойлайсыз жалпы? Енді жалпы менде де болған сондай бір кезде. Шаршайсың ғой үнемі. Иә. Күресе берген шаршайсың. Менде бір сондай болды. Бірінші курста ма, мен бір шаршап кеттім, өйткені бәрі кесе береді. Иә. Анау салаңдатып дейді, не керегі бар деп. Бір есімде мен туысқандар жиналып маған қысым көрсетті. Не керегі бар деп. Мен далаға шықтым да, сондай аспанға қарадым да, андай аспан әдемі болып тұр екен да, жұлдызға толы. Сөйтіп аспанға қарадым да, Аллах тағаладан дұға бердім, қатты жыладым. Аллахым дедім да, егер мен орамалым, осы көйлегім маған қайырлы болса, сен маған күш қуат бер. Туған туысқандарыма маған қарсылық көрсетпесін деген сондай жүректеріне сезім берді. Көп жылап тұрдым. Бәріміздің неміз ғой, орамалды қыздардың бәріміз өтетін сынақ. Ұзақ жылап тұрдым аспанға қарап. Аллах тағаладан күш қуат сұрадым. Содан кейін есімде бір менде бір не болды. Одан арман Аллах тағала сондай күш беріп қойды маған. Иншалла. Бірақ шынайы дұға тіледім. Егер орамалым қазіргі осы істеп жүрген ісім расымен дұрыс болса, қайырлы болса, мен осы жолда қалаймын. Маған күш қуат бер. Менің ата-анама, туған туысқандарыма жүректеріне сондай бір мейірім бер. Маған деген қарсылықтарын жоя көр деп бір дұға тілегенім бар. Содан кейін есімде мен бір қатты қиналмадым. Сол дұғамнан кейін Аллаға шүкір. Қатты қысым көрсем де, бәлкім байқамадым. Мүмкін уже жеңіл қабылдадым. Жеңіл қабылдадым ба. Бірақ сол дұға әлі күнге есімде. Сол еще ерекше күн болды да, аспанда ерекше болды маған. Әлі бір осы кеше болған сияқты сол күн есімде тұр да, көз алдымда. Далаға шықтым да, бәрі қысым жасап жатыр ғой. Иә. Далаға шықтым да, сразу дереу дұға жасадым да. Аллахым маған күш қуат берді. Машалла. Бұл басқа бір өз қиындық көріп жүрген қыздарымызға да бір жақсы кеңес секілді, өйткені расымен Алладан дұға ету, көбірек дұға ету, көмектесуін сұрау деген секілді, өйткені шынымен жүректерді ашатын Алла тағала ғой. Ал не болды ма, мысалы, қазір расымен орамалын шешіп жатқан қыздар да көп, жалпы орамал енді киіп жатқандар да бар, Аллаға шүкір көп, бірақ әр бір өзің танитын немесе жалпы сыртынан сүйсініп жүрген бір қыз орамалын шешкен кезде бір асыл дүниеңнен айырылған сияқты өзіміз де ішіміз жаман болып қалады енді. Ал сіздің басыңызда сондай бір ойлар болды ма, жалпы бір орамалға бір теріс қарап қалған кездеріңіз болды ма? Ондай сәттерден қалай өттіңіз егер болған болса? Аллаға шүкір, мен енді өзім бір жүрекпен келгеннен кейін орамалға. Себебі мен орамалға келуімнің өзі ұзақ уақыт болды. Мен намаз оқысам да әлі орамалға келе алмай жүрдім. Бірақ бір кезде сондай бір мен өзімді бір жалаңаш сезінгендей сезім болды да. Және менің жүрегім соны қалады. Мен әлі күнге дейін айтамын ғой, менің каждый клеткам менің орамал таққанымды қалады да. Содан кейін мен бір орамал шешу деген Аллаға шүкір менде ешқашан ой болмады да. Мен тіпті бір енді болады ғой, әркімде әрқандай жағдай. Ешкімге ештеңе айта алмаймыз. Орамал шешкен кезде бір кез келген адам орамал шешкен кезде мен өзіме бір сондай айтамын да, мен одан да өліп кетейін. Бірақ мен орамалды шешпеймін да. Себебі орамал енді бұл парыздықтан бұрын, Аллах тағала бізге парыздықтан бұрын, бұл біздің бір қорған ғой. Біздің қорған. Бұл орамал бізді қанша жамандықтардан сақтап тұр. Сондықтан ойлаймын, орамалды шешу деген ой, ол бәлкім болатын шығар. Шайтан енді неше түрлі ой салады ғой адамға. Әлсіз енді тағып жүрген қыздар болса, тіпті кейін тағасың, әзірше тақпай тұр деп енді.
пайғамбарымыздың өзі де саллаллаху алейхи вассалам айтқан ғой, шайтан сендердің алдыларыңнан да арттарыңнан да оң жақтарыңнан сол жақтарыңнан астыларыңнан үстілеріңнен келіп сендерге сондай бір не жасайды деп. Сондықтан енді мен ойлаймын, орамал таққаннан кейін адам сондай бір ниетпен келу керек та, мен бұны шешпеймін, бұл менің қорғаным, бұл менің сондай Аллах тағала маған беріп қойған нығмет деп сезіну керек. Бірақ шайтан жаңағындай сен орамал ертең шешіп қоясың ғой деп сөйтіп те алдауы мүмкін ғой адамды, ұзақ уақыт ұстауы мүмкін, иә, ығыруы мүмкін деген секілді. Сондықтан иә, әрине ол шайтан енді дінде де айтады ғой, жақсы жағымен де алдайды дейді. Иә. Қазір тағып шешіп тастағаннан гөрі тақпай ақ қой деп жақсы жағынан келуі мүмкін. Бірақ енді Аллах тағала оны бекерге парыз етпейді орамалды. Иә. Аллах тағаланың әр парыз еткен нәрсесінде бізге жақсылық бар да, бізге береке бар. Оның бірін білеміз, біз бірін білмейміз, иә. Иә, біздің орамал таққанымыз Аллах тағалаға мысалы ол керек емес та. Бұл әйел адамның өзіне керек. Себебі жаңағы айттым ғой неше рет, орамал ол біздің қорғаныш, бізді ол жамандықтан сақтайды. Мысалы намаз оқып жүріп бірақ орамал тақпасаң, мысалы басқа бір намаз оқымайтын құрбыларыңмен басқа клубқа барып келуі мүмкін. Енді орамал тақпасаң, енді намаз оқығанды ешкім білмейді ғой, орамалым жоқ деп. Сондықтан сондай нәрселерді көп ойлау керек та. Орамал ол біздің қорғаныш болғаннан кейін шешуді ондай ойды ойламау керек сияқты қыз бала. Бір орамал таққаннан кейін ол иншалла енді соңына дейін болу керек деп ойлаймын. Ал орамал сізге не берді жалпы өміріңізге, өзіңізге? Жалпы мен осы намазға келгелі мен сабырлы болдым, менің мінезім жақсы жаққа өзгерді. Мен енді орыс мектебінде оқығаннан кейін мен шатақтау болдым. Мен ұлдармен де төбелесіп кететінмін, тиіссе да, сондай шатақ мінезді болдым. Бірақ намазға келгелі мен сондай сабырлы, байсалды, сондай мінезім де өзгерді, мейірімді болдым ба. Жалпы жақсы жақта өзгерістер көп болды. Енді орамал таққаннан кейін 100% өзгерістер болды. Себебі енді орамал таққаннан кейін енді орамалдан да ұяласың ғой, бір жаман іс-әрекеттер істеуге, тіпті бір жаман сөз айтуға да ұяласың. Себебі енді орамалың болғаннан кейін басында сол жалпы жақсы жаққа көп өзгерістер. Енді сіз исламтанушы болғаннан кейін сұрамай кетпейін деп отырмын. Көп қыздарда жаңағы орамалға қатысты күмән бар, иә, шынымен ол Құранда айтылған ба, шынымен парыз ба деген секілді. Шынымен мысалы тура намаз сияқты ол да бізге міндет пе дегендей, осыған бір-екі ауыз тоқталып кетіңізші. Жалпы Құранның енді Құранда да пайғамбарымыздың хадисінде де орамалдың парыздығы жайлы айтылған. Оған білмеймін, күмән келтірудің өзі дұрыс емес та. Себебі мысалы намазда Құранмен де сүннетпен де бекітілген. Ораза да дәл сондай. Құранмен де сүннетпен де белгіленген. Біздің орамал дәл сондай. Аллах тағала Құранда айтқан, көздеріңді төмен түсіріңдер, жаулықтарыңды алдыларыңа жабыңдар деп. Пайғамбарымыз да айтқан орамал жайлы. Сондықтан мен енді Құранға күмән келтірудің өзі ол күнә ғой, ол адамды діннен шығарады. Алла сақтасын. Сондықтан мен ойлаймын, ол парыз болды ма? Тіпті мысалы енді айтады ғой, кейбір ойлар күнә дейді. Сондықтан жаңағындай мынау бәлкім мынандай шығар деп күмән келтірудің өзі мен күнә деп ойлаймын. Алла сақтасын. Енді Құранмен де, пайғамбарымыздың сөзімен де, сүннетпен бекітілген нәрседе күмән келтіру ол енді Алла сақтасын діннен шығарады адамды. Сондықтан мен ойлаймын, енді олай
күмәндау деп айтуға болмайды. Мгм. Алла сақтасын. Мгм. Оған күмән келтіруге болмайды. Мгм. Ал енді неге қарай бұрсақ, иә, жеке өміріңізге қарай, жалпы абай ағамыздың таңдауының сізге түсуіне бір сіздің орамалды қыз болғаныңыз себеп болды ма жалпы? Мгм. Ол бірінші критерий шығар деймін. Да, машалла. Себебі енді күйеуім үнемі айтады ғой, күйеуім умрада жүрген кезде дұға жасаған екен. Мгм. Маған сондай дінді білетін, Мгм. шынайы сенен қорқатын, орамалдағы сондай бір адамды нәсіп ет деп. Егер ондай адамды нәсіп етпесем, ешқандай басқа адам керек емес еді. Сөйтіп дұға тіледім. Мгм. Жалпы енді ол кісі өзі ұзақ уақыт намаз оқығаннан кейін, енді жалпы енді мұсылманның айнасы ғой. Иә. Ол кісі де басқа енді мұсылман адамдарда сондай, мұсылман адамдарда шынайылық, сондай мейірім, енді ол кісінің балалары болғаннан кейін, шынайы Алладан қорқатын адам өзіне де балаларына да қиянат жасамайды деп солай дұға тіледі деп ойлаймын. Машалла. Ал орамалыңызға қатысты қандай да бір комментариялар айта ма жолдасыңыз? Негізі қандай түсті жақсы көреді деген сияқты, қандай түс өзіңізге жақын? Мен барлық түстерді жақсы көремін, бірақ енді мен өзім жалпы қыз кезімнен де қара түсті орамал жақсы көремін. Бірақ қара түс қазір андай көбісі қорқақтайды ғой, қара киме деп. Күйеуіме де қара ұнамайды негізі. Күйеуіме ашық түстер ұнайды. Жалпы ашық түстердің бәрі ұнайды. Енді күйеуім ақтаулық болғаннан кейін, ол жақта енді ақ түс жақсы да. Келіндерде фаворит ол жақта ақ түс. Бірақ мен өзім енді настроениеге байланысты көңіл күйге қандай түс нетеді, соны алып кие беремін. Машалла. Ал орамалмен байланысты өміріңізде бір қызық оқиғалар болды ма? Болды. Орамалға байланысты студент кезімде нешінші курс екенін білмеймін, мен араб тілінен сабақ жасап отырдым. Кейін қарасам намаздың уақыты кіріпті да, мен дәретім болды, есімде да, дәрет алып, сосын жай намазымды жайдым да намазға тұрдым. Намазға тұрған кезде Фатиха сүресін оқиын десем, оқи алмаймын. Келмейді, тілім мүлдем келмейді Фатихаға. Сосын бүйтіп тұрдым да қайттан бісміллә деп қайттан оқысам, келмейді. Сосын үшінші попыткамен оқыдым, келмейді тілім. Сосын нетіп тұрдым да, не болды деп бүйтіп жан-жағыма қарадым. Сосын бөлмемнің бір бұрышында айна болған. Сосын бүйтіп бөлмеде ары-бері жүріп қарап қалсам, көйлек киіп тұрмын екен да, орамал жоқ екен басында. Сабаққа кірісіп кеткен ғой енді. Мен әдетте сөйтіп орамалмен оқи беремін да. Сол орамалда тұрмын деп ойлағам ғой. Сабаққа кірісіп кеткен. Намаз уақыты кірген тез оқып алайын дедім да. Айнаға қарап қалсам орамал. Өзім таңғалып қалдым. Енді содан кейін де Фатихаға тілім келмеді. Сосын орамалымды тағып намазымды оқыдым. Алланың өзі бір ескертіп тұр ғой, иә, сонда сөзіңізге аузыңызға сөз салмай деген сияқты. Өзім де қатты үшінші попыткадан кейін ары-бері жүре тұрайын дедім қазір. Бәлкім бір миымда не болып тұр ма деп түсінбей тұрмын да өзім. Еще ойымның бәрі жаңағы сабақта, тез-тез бітіру болды ма, емтиханға дайындық болды ма. Айнаға қарап қалғанымда дұрыс болды да, әйтпесе әлі түсінбей жүретін едім да. Айнаға қарап қалсам, орамал тағып. Машалла. Енді соңғы тағы бір сұрақ сұрайын. Жалпы біздің тарихымызда болсын, жалпы дін тарихында болсын, мықты асыл аналарымыз аз болмаған, бізге үлгі болатындай. Бір сіз өзіңізге кімді үлгі етіп аласыз және қай қасиетін үлгі етіп аласыз болады ғой? Олардың әрбірінің өмірінен алатын үлгіміз бар, бірақ болады ғой, біреуі бір жүрегіңе ерекше жақын,
өзің осы ұқсағың келетін деген сияқты сондай бар ма? Жалпы енді біз ең әуелі үлгі алатын адам пайғамбарымыз. Пайғамбарымыздың енді әйелдері, жұбайлары. Енді ойлаймын, пайғамбарымыздың жұбайларынан артық үлгі тұтатын енді адамдар жоқ шығар. Жалпы мен өзім қай кезде қиналған болсам да ең бірінші пайғамбарымызды ойлаймын. Кейін пайғамбарымыздың жұбайы Хадиша анамызды ойлаймын. Себебі ол кісілердің көрген қиыншылықтары, ол кісілер төтеп берген қиыншылықтар қазіргі енді біздің қиыншылықтардың астында біздікі түк емес. Үнемі бір қиыншылық болсын, немесе бір қиын жағдай болған кезде мен сол бірінші пайғамбарымыз әуелі, кейін Хадиша анамызды есіме түсіреді. Себебі енді Хадиша анамыз қаншама уақытында, қанша енді байлығында, дін жолында садақа еткен кісі да ол. Несіне қарамастан бір енді дәулетті кісі болған ғой ол. Сондай бай, неше жаңағы керуен Меккенің неше бай адамдары ол кісіге ұсыныс жасаған. Сондай бір авторитет дейік, авторитетіне несіне қарамастан ол кісі дін жолында қызмет етіп, бүкіл байлығын садақа етіп, дін жолында сарп еткен кісі. Байлықтан жаңағыдан бұрын ол кісі жалпы енді пайғамбарымызға уахи түскен кезде сондай бір ең бірінші адамға сенім білдірген, сенген, ешқандай күмәнсіз, ешқандай бір ойсыз пайғамбарымызға сеніп иман келтірген. Сондықтан енді ойлаймын, ең әуелі әр әйел адамға пайғамбарымыздың жұбайларынан үлгі алу керек. Пайғамбарымыздың қызы Фатима анамыздан үлгі алу керек. Себебі енді ол кісілердің расымен өмірлеріне жаңағы қарасаң, ол кісілердің басынан өткен қиыншылықтар, ол кісілер қандай да бір қиыншылық болсын, тіпті мына оқиғаны мен үнемі айтып отырамын да, Фатима анамызды жаңағы шаршағанынан тіпті қолдары жарылып, тілініп үйдің жұмысына. Сөйтсе Фатима анамыз пайғамбарымызға айтады ғой, маған көмекке бір-екі әйел адамды бер деген кезде, пайғамбарымыз айтады ғой Фатима анамызға, сен одан да 33 рет Аллаху акбар, 33 рет Субханалла, 33 рет Альхамдулилля деп айтсаң, саған ол жаңағы мен жіберген екі әйелдің көмегінен де 1000 есе артық көмек болады деп. Бір сондай оқиғаларда шынымен де өзімізге бір үлкен сондай бір ғибрат, сондай бір алуымыз керек, алуымыз керек деп ойлаймын. Сіз жаңа камерадан тыста айтып қалдыңыз ғой, егер адам өмірде қиындықтар болмаса, сынақ болмаса, оның несі өмір деген сияқты. Тағы бір соны ойды айтып беріңізші, біздің көрермендеріміз де естісін. Жалпы енді бізде қаншама бір бұрын баратты ұстаздар айтатын еді ғой, жаннатқа түсу оңай деп ойлайсыңдар ма деп. Рас па? Бізде бәріміз енді негізгі мақсатымыз жаннат қой. Алланың разылығы, жаннатқа түскіміз келеді. Бірақ біз оны оңай болғанын қалаймыз да. Бір аспаннан бір намаз оқысақ болды, жаннатқа түсіп кететін сияқтымыз. Бірақ жоқ. Сынақ бұл өмірде сынақ арқылы, сыналу арқылы біз сол жаннатқа жетелеуші жолға, сол жолмен жүреміз да. Себебі енді біз сыналмаса, ешқандай қиыншылық басымызға түспесе, бұл өмірдің өзі де бізге жаннат болады. Сол себепті әр болып жатқан нәрсе енді Құранда да айтады ғой, Алла Тағала, сендер бала шағалармен, әйелдермен, мал мүлікпен сыналасыңдар деп. Сондықтан кез келген бір сынақта иншалла төтеп беріп, сабыр етіп, сөйтіп бір мұсылмандық қасиеттерді қолданып, пайғамбарымыз айтқан, Құранда айтылған нәрселермен сол сынақтарға төтеп беруіміз керек сияқты. Себебі расымен бұл өмір енді бізге сынақ үшін берілген. Сынақтан иншалла аман есен өтсек, иншалла жаннаттық болармыз.
иә өйткені көп адамдар мысалы біреудің проблемасы біреуге көрінбейді ғой, мысалы сырттай қарағанда қамсыз қайғысыз бір күліп ойнап жүрген сияқты көрінеді, ал негізінде барлық адамда өз деңгейінде өз дәрежесінде сынақ бар, және ол оған қалай оны қарсы алады, қалай оған төтеп береді, сонысына қарай алладан да сый соған қарай болады дегендей ғой. Енді иә жаңа сізге де әңгіме барысында да айттым ғой, расымен не енді абай ағамыздың келін болып түскен кезінде өзінің бұрын семьясы болды, бала шағасы бар деген секілді, жалпы енді олардың орнына анасының орнына ана болу да оңай емес қой. Енді сырттарыңыздан қарап сүйсініп, енді тілекші болып жүрміз дегендей. Бір осы істе, осы жағдайда бір даналық көрсетуіңізге діннің көмегі себебі болды ма жалпы? Қаншалықты болса, қаншалықты үлесі бар? Мен үнемі айтамын ғой, біз бір жалпы 2-3 рет интервью берген шығармыз телевизияға. Иә. Мен үнемі айтамын, жалпы бізге жақсы қазіргідей енді отбасы болып үйіп отыруымызға ең әуелі дін, Аллах тағаланың септігі. Себебі қандай қиыншылық болсын, енді шынымен де бізге Алладан басқа ешкім көмектесе алмас еді. Иә. Біздің ең басты қаруымыз ол біздің дұғамыз болды. Біз үнемі күйеуім де, мен де үнемі дұға жасайтын едік. Мен есімде, мен неше жыл бойы 3 жыл үзбей 5 уақыт намазымда соны ғана тіледім. Біздің арамызда Аллах тағала сондай бір мейірімділік, махаббат салсын деп. Себебі біздің де жүректі де басқа адамның жүрегінде білуші тек Алла. Және кез келген адамның жүрегін өзгертетін ол бір Алла. Сол себепті мен ойлаймын, енді мұсылманның қаруы ол дұға ғой, пайғамбарымыз айтқан. Сондықтан кез келген бір қиын жағдай болған кезде адам шынайы түрде Аллах тағаладан дұға тілесе, Аллах тағала ол дұғаны қайтармайды. Мен әр күнге дейін қандай да бір қиыншылық болса да, мен үнемі дұға жасаймын. Аллахым осындай бір проблема, сен өзің көмектес, өзің жәрдемдес. Ал көп адамдар мысалы дұғаны қалай жасаудың жолдарын білмейді. Қалай жасайсыз? Жалпы қандай бір оның тезірек қабыл болуына бір қандай бір мысалы айтады ғой, жаңбыр жауған сәтте жасаймын, немесе түнде тахаджуд кетіріп жасаймын десе, қандай сіздің қандай тәсіліңіз бар деймін ба? Жалпы енді менің немді мынандай қағида бар. Аллах тағаламен қолының арасында ешқандай не жоқ. Перде жоқ, кедергі жоқ ешқандай. Иә. Сен кез келген уақытта ең бастысы шынайы түрде ұстау. Шынайы түрде кез келген шын жүрекпен беріліп, иә. Шын ықыласпен, шын жүрекпен сұралған нәрсе, оны мен ойлаймын, Аллах тағала оны қайтармайды. Сен тұрып жолда дұға тілей саласың ба, немесе кез келген уақытта ма, бір енді пайғамбарымыз да айтқан ғой, неше сұраған кезде сен қалай дұға жасайсың, сен не сұрайсың деген кезде пайғамбарымыз айтқан ғой, оның бір несі жоқ, шектеуі жоқ, сендер сұраған нәрсені мен де сұраймын деп. Сол үшін оның бір определенный формуласы жоқ деп ойлаймын да. Егер адам шын жүрекпен, шын ниетпен сұраса, кез келген уақыт, кез келген сәт, кез келген мекен, ол мешіт болмауы мүмкін. Шынайы түрде сұраса, Аллах тағала оны міндетті түрде қабыл етеді. Ең бастысы ол шынайылық. Себебі енді адамдар кейде болады ғой, шынайы түрде қиналған кезде жылап тұрып сондай болып сұраймыз ғой. Әр клеткамызбен сұраймыз ғой. Сол кезде сол шынайылықтың арқасында деп ойлаймын, Аллах тағала ол дұғаны қабыл етеді. Алла разы болсын, каналыма келіп, осылай өзіңіздің оқиғаңызбен бөлісіп жатқаныңыз үшін. Ал енді мен бүгін сізге мынау Мағжан Жұмабаевтың педагогикасы осы кітапты сыйлағым келіп отыр. Өйткені бұл кітап өте сондай бала тәрбиесіне қатысты құнды кітап. Себебі міне 100 жылдан кейін қайта басылып шығып отыр. Кезінде Мағжан Жұмабаев өзі басқан. Енді біз міне өзіміздің баспамыздан осыны шығарып отырмыз. Сізге сыйға бергім келеді осы кітапты. Бала тәрбиелеп отырған анаға өте көп пайдасы болады деп ойлаймын.
Ал сіздер де егер мына кітапты алғыларыңыз келсе, мен төменде описанияға міндетті түрде сілтеме қалдырамын. WhatsApp нөмірі, сол жақтан тапсырыс берулеріңізге болады. Егер сіздер осы видеодан көргеннен кейін қандай да бір ой түйсеңіздер, немесе бір қандай да бір сұрақ немесе тілек пайда болған болса, міндетті түрде осы видеоның астына комментарийді жазып кетіңіздер. Келесі қонақ ретінде кімді көргілеріңіз келеді, оны да жазыңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.